Сіз қай айда туылдыңыз? Кейде адамдардың мінез-құлқын туған айына қарап білуге болады. Ендеше тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Достар, қазақ тіліндегі контентті қолдап, арнаны бірге дамытайық. Сонымен, қаңтар айында туылғандар, жылдың алғашқы айында туылған қыздар айтқаннан қайтпайтын батыл болып келеді. Өз сезімін сыртқа жайғанды ұнатпайды. Барлық нәрсеге сыни көзбен қарайды. Және өзімен интеллектуалды дәрежесі бірдей пікірін қолдайтын адамдармен қарым-қатынас қалайды. Ақпан айында туылғандар романтиканы сүйетіндер. Олармен тілдескенде сізге ерекше төзім қажет болады. Көңіл күйлері жиі құбылатындықтан бұл топтағыларды түсіну қиын. Ал сатқындық жасайтын болсаңыз, оны бұдан бұлай көрмейтін боласыз. Наурыз айында туылғандар ерекшелік пен сүйкімділіктің салтанаты. Бұл айда дүниеге келгендер өздеріне өте сенімді жандар, еңбексүйгіштер. Олар сіз ренжітіп көңіліне тигенге дейін сүйкімділіктерін сақтай біледі. Жалпы наурызда туылғандармен бірге өмір сүру ғанибет. Сәуір айында туылғандар көпшіл, кез келген адаммен оңай тіл табысып кетеді. Әсіресе сүйікті адамымен, бірақ қызғаншақтық қасиеті де бар. Сеніміне кірген адамдарды қадірлей біледі. Оған бар сырын ақтарыла айтады. Негізі сәуірде туылған қыздар өз жартыларын әлемдегі бақытты жанға айналдырады. Мамыр айында туылғандар. Мамыр әйелдердің айы. Бұл кезде туылғандар тұрақтылық пен ұстамдылық қасиеттеріне ие. Сондай-ақ көз тартарлық сұлулығы да бар. Мінездері өте жұмсақ, аздап еріншектігі болуы мүмкін. Бірақ оларға кезіккен ерлер жолы болғыш. Маусым айында туылғандар шығармашылық арулары. Жаңа нәрселерге үнемі қызығып жүреді. Бір кемшілігі алдымен сөйлесіп, содан соң барып ойланады. Бірақ олар сыртыңнан сөз тасымай, шындықты бетке айтады. Айтпақшы, жігіттер бұл арулардан сақ болғаны жөн. Өйткені оларды оп-оңай ойыншығына айналдырып ала алады. Шілде айында туған жандар жазды. Жалпы жылдың ортасында дүниеге келген арулар өте адал, сұлу, ақылды, әрі өте жұмбақ болып келеді. Айқай-шуды, ұрыс-керісті жақтырмайды. Оған өтірік айтпаңыз, бір рет алдаймын деп, бұл айда туған жақыныңыздан, досыңыздан айырылып қалуыңыз мүмкін. Тамыз айында туылған жандар өте қызық жаратылыс иелері. Бойында эгоистік қасиет те бар. Жомарт жүректер. Олармен ұрысудың қажеті шамалы. Өйткені бәрібір жеңіліп қаласыз. Сондай-ақ әзіл қалжыңға жақын келеді. Үнемі жұрттың назарында болғанды ұнатады. Еркектерді бірден баурап алатын қабілетке ие. Қыркүйек айында туылған жандар. Бұл кезеңде мейірімді, ерекше жандар дүниеге келеді. Өзіне сатқындық жасағандарды кешірмейді. Егер оған ауыр тиер іс-әрекет жасасаңыз, сізден кек қайтаруы мүмкін. Олар бір күндік уақытша қарым-қатынасты емес, ұзақ, тұрақты қатынасты бағалайды. Егер жеңіл-желпі ойыңыз болса, қыркүйекте туылған аруларға жақындамай-ақ қойыңыз. Қазан айында туылған жандар ақылдылар, өте мықты мінез иелері. Көпшілік алдына шыққанды ұнатпайды. Кез келгенге ақтарылып сырын аша бермейді. Әр істі ойланып, ақылға салып барып жасайды. Жанындағыларға
көп жағдайда оның қызғаншақтығы ұнамайды. Қараша айында туылған жандар өзгелерден үнемі бір қадам алда жүреді. Оны өздері де байқамауы да мүмкін. Өйткені олар іс-әрекеттеріне жасағанды мақтанып, бәріне көрсетуді көздемейді. Өтірікті бірден байқайды. Егер шындықты білгіңіз келсе, қарашада туылған бикештердің пікірін тыңдаңыз. Желтоқсан айында туылған жандар. Желтоқсанда шыдамсыз күйгелектер дүниеге келеді екен. Кез келген тығырықтан шығар жолды оңай тауып кетеді. Бұлайша айтқанда, судан құрғақ шығады. Олар өздері ғана сергек жүрмей, өзгелердің де көңіл күйін көтеріп жүреді. Өміріндегі көптеген кедергіге тап болуы мүмкін, бірақ соңында керемет жеңіске қол жеткізеді.